Ассалаумағалейкум ағайын, хал жағдайларыңыз қалай? Кезекті видеоға қош келдіңіздер. Бүгін сізбен бөлісетін ақпарат. Тендер дегеніміз не? Кім және не үшін тендер ойнатады? Оларға кім қатыса алады? Бірінші тақырып, тендер дегеніміз не? Ағылшын тілінен тендер дегеніміз конкурстық негізде поставщиктерді таңдау процесі. Кім қолайлы шарттарды ұсынып төмен баға берсе, сол жеңіп келісім шартқа отырады. Тендер мемлекеттік, квазимемлекеттік, жер қойнауын пайдаланушылар және жеке меншік мекемелердің тендері болып бөлінеді. Екінші тақырып, оларды кім және не үшін ұйымдастырады? Мемлекеттік ол мектептер, бала бақшалар, ауруханалар, сон, әкімдіктер және тағы басқа. Квазимемлекеттік холдинг, яғни самұрық қазына, КТЖ, Казмунайгаз, Кегок және де мұнайлық мекемелер және недропользователи. Бұл мұнай өндіруші мен тау-кен өндіруші компаниялар. Жеке компаниялар ол банктер, ұялы телефон мекемелері. Мысалы базис бар, бей групп бар, оларда сол жекеменшік компаниялар кіреді. Яғни ірі компаниялар. Мемлекеттік сатып алуды мысалға алсақ, мемлекетке әртүрлі тұтыну тауарлар және жұмыс пен қызмет керек болса, мемлекет госзакуп порталы немесе самұрық қазына порталында тендер ойнатады. Ең төмен баға мен қолайлы шарттарды ұсынған адам жеңімпаз атанады. Мысалға, мемлекет 10 миллион теңге ноутбук алады. Поставщик, яғни сіз ИПТО ғой, 6 миллион теңге баға беріп ұтасыздар. Яғни сіздің өз құныңыз 4,5 миллион теңге. Мұнда мемлекет өз бюджетін үнемдейді, ал поставщиктің өз пайдасы бар. Тағы бір фактор жемқорлық. Яғни сыбайлас жемқорлықтың әрбір 6-шы оқиғасы госзакуптен орын алады. Неше түрлі компанияның тендерді жоғары бағамен ұтып алған түрлі ақпараттан көреміз, жаңалықтардан. Ал компания директоры мен бұл мемлекеттік мекеменің директоры туыс болып шығады. Бұл жемқорлық схемасының бір түрі. Мұндай жемқорлық схемаларын болдырмау үшін мемлекет жыл сайын жаңа заңдарды енгізіп, порталды жаңартып отырады. Ендеше, тендер ұйымдастырудың не қажеті бар? Сұраққа тоқталайық. Біріншіден, жаңа айтқандай, мемлекет бюджетті үнемдейді. Екіншіден, барлық компанияларға бәсекелестік негізде қатысу мүмкіндік береді. Үшіншіден, сонымен қатар сыбайлас жемқорлықты азайтады. Кім тендерге қатыса алады? Сұраққа тоқталайық. Нарықты, яғни рынокты анализ жасай алатын, нақты тендерге поставщиктерді таба алатын, жұмыс немесе қызметті орындай алатын адам қатыса алады. Бұл студенттер, жұмысшылар, әртүрлі өнімдердің мамандары. Бұл өнімді сатпаса да түсінетін адамдар. Өндірушілер, дилерлер, дистрибьюторлар. Тендер әлемінің есігі әрқашанда ашық. Пайдалы ақпараттарын жіберіп алмау үшін каналға тіркеліңіздер, видеомен бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, жалпы сау болыңыздар, келесі видеода көрісеміз.